Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде өлген баланы көрсеңіз, қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсте өлген бала әдетте өзінің күмәні мен қорқынышынан, немесе шын мәнінде басталған нәрселердің пайдасыздығынан көреді. Мұндай түстер сонымен қатар жағымсыз жұмыстарды, әл-ауқаттың нашарлауын және жақын туыстар мен жанжалдарды көрсете алады. Өлген бала туралы түстер жынысына байланысты әртүрлі жорылады. Ұл бала күтпеген қиындықтарды білдіреді, ал қыз бала жағымды тосынсыйларды білдіреді. Өлген баланы қай жерде көруге байланысты да әртүрлі жорылады. Суда көрсеңіз, кәсіби саладағы өзгерістерге, табытта көрсеңіз, жақсы пайданы білдіреді. Құрсағыңызда көрсеңіз, жеке өміріңіздегі елеулі өзгерістерге. Қолыңызда көрсеңіз, пайдалы іскерлік ұсынысқа немесе мансаптық өсуге. Босану кезінде қайтыс болса, қиын жағдайды түс көрушінің пайдасына шешу. Кішкентай баланы қалай өлтіргенін көру құнды нәрсені жоғалтуды білдіреді. Жансыз нәрестені дүниеге әкелу қиындықтарды білдіреді. Егер анасы өз баласының өлімін көрген болса, онда ол шын мәнінде ұзақ және бақытты өмір сүреді. Кішкентай өлген баланы көру жағымсыз адаммен кездесуді болжайды. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.